Сәлем, сүйікті сұлу көрермендерім, Айнұр сұлу арнасына қош келдіңіздер. Бүгін осындай образдамын, келіндік қызметтерімді атқарып жүрмін, және де мен де бір қазақтың келінімін, қазақ отбасына келінмін, және бір қазақтың жан жары боламын. Алдында бір апай оқырманым жай жүрген екен, көрерменім. Сен жассың ғой, енді қандай не аламыз? Ақыл кеңес аламыз, сен не так жассың, сен бетіңе не жасасаң да ол жас болып қала береді бетің дегендей әңгіме айтқан екен. Мен өзімді таныстыра кетейін. Жас болғанда жаспын, жас болып өзімді сезінемін. Бірақ мен де жасым 40-қа таяп қалды, 36-дан. 36-ға келдім, енді 40-қа бір таман таяп қалдым. Бірақ осы күнге дейін көрген адам маған бір 30-дан аса жас бермеген екен. Сол осы жаттығулардың арқасы, осы массаждардың арқасы, өзімді жаңағы дұрыс тамақтанудың арқасы, өзімді жақсы көңіл күйде сақтаудың арқасы осының бәрі. Бүгін сіздерге жаңағы осындай көңіл күймен шығып жатырмын. Бір жағы сіздердің көңілдеріңіз көтерілсін деп. Себебі өзіңіздің жас көрінуіңіз ол тікелей ішкі жан дүниеңіздің тыныштығына байланысты. Біріншіден. Екіншіден ол образ жизни дейді. Тамақтануыңыз, жаңағы күнделікті бетіңізген айналысып, бет күтіміңіз, оның барлығы әсер етеді. Ең бастысы жан тыныштығы. Сол себептен өзімізді қашанда көңіл күйімізді көтеріп, жаңағыдай артық нәрсені ойламай, проблема болып жатса, егерде сіздерде қандай да бір тығырыққа тіреліп жатсаңыз, онда бір Аллаға тапсырыңыздар. Бір Аллаға тапсырудың өзі бір керемет нәрсе. Бір Аллаға тапсырасыздар, егерде сіз барлығын істеп, егерде сол болмай жатқан дүние болмай жатса, онда бір Аллаға тапсырыңыз. Алла өзі реттеп береді. Ал қыздар, бүгін мен көз айналасына жаттығуларды көрсетпекшімін. Себебі көздің жанары, көз қарасымыздан ақ адамдар бізден әсер алып жатады. Адамдар бізге оценка беріп жатады, көзімізге қарап ақ. Сол себептен көз жанарымызды жасарту үшін, көздің айналасындағы әжімдерді кетіру үшін осы бір жаттығуларды жаттап алыңыздар. Күнделікті комплексіне жаттығу жасаған кезде естеріңізде болады. О, көздің жаттығулары келді, значит мен көзіме осындай жаттығулар жасаймын деген. Ал кеттік. Ең біріншіден біз біліп алуымыз керек бұлшық етіміз көз айналасындағы домалана орналасқан. Сол себепті көздің бүкіл айналасына жаттығу жасаймыз. Тек қана мына бөлікке ғана емес, тек қана мына бөлікке ғана емес, тек қана қастарға емес, бүкіл айналасына жаттығу жасаймыз. Ал енді үстіңгі бөліктен бастайық, қастан бастайық. Қасқа біз бұлшық еттеріне мынандай жаттығу жасаймыз. Қатты шымшып алмаңыздар. Жай ғана 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осылай 15 рет жасаңыздар. Ең кемі 15 реттен бастау керек. Ары қарай 20 жасайсыздар ма, 25 жасайсыздар ма, 30-35 деген ішілі көп болып жатар. Жасасаңыздар. Ал енді мына бөлікке қараңыздар. Кішкене көтереміз. Екі жағын қолымызды мына височная зона дейді ғой. Сол жаққа қоямыз да. И төмен қараймыз да көзімізді жұмамыз. Қатты бүйтіп жұмбайсыздар. Жай ғана мына бөліктің тартылып жатқанын сезінесіздер ғой өздеріңіз. Мына. Бүйтіп жұмған кезде, кәдімгідей мына бөліктеріңіз тартылып жатқанын сезінесіздер. Бұлшық ет жұмыс жасап жатыр. 1, 2, 3, 4, 5. 15, 20, 25, 30 рет жасаңыздар бола береді. Ал келесі. Мына айналаға жұмыс жасаймыз, көздің. Бүкіл бұлшық еттерге жұмыс жасаймыз дедім ғой жаңа. Ол үшін саусақтарыңызды, сұқ саусақ және де үлкен саусақ көздің айналасына жақсылап тұрып жабыстырып қоямыз. И көзімізді жұмамыз, ашамыз. Қатты бетіп жұмбаңыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. Осылай 20, 25, 30 рет жасай беріңіздер. Және тағы бір керемет жаттығу, екі сұқ саусақтарыңызды қастың мына бөлігіне, мынау 3/3 бөлігі бар ғой, көтеріліп тұратын. Соның астына қоямыз, қастың астына. Кішкене ғана көтереміз. И мына бұлшықеттердің жұмыс жасап жатқанын сезінуіміз керек. Ол үшін көзімізді ашып, жұмамыз. Жұмбаймыз, ашамыз, қаттырақ көтереміз, түсіреміз. Көтереміз, түсіреміз. Бұл жаттығуды асықпай жасаңыздар. Бұлай жасауға болмайды. Мысалы, қараңыздар, көтердіңіздер ме? Қатты көтеріп жүрмейсіздер бұлай. Жай ғана, қатты баспайсыздар. Орташа жай ғана көтердіңіздер. Аштыңыздар, жұмдыңыздар. Аштыңыздар, қайттан орнына келтірдіңіздер. Бұлай жасауға болмайды, қараңыздар. Деп жасауға да болмайды. Аштыңыздар, бұлшықеттердің жұмыс жасап жатқанын байқадыңыздар. Қайттан орнына келтірдіңіздер. Осылай жасаңыздар. Ал келесі мына бөлікке жаңағы жаттығуды жасайсыздар. Сонымен қатар бұлай да қойып қоюға болады. Саусақтарыңызды қастың басталатын бөлігіне және соңына қоясыздар. Мына саусағым толықтай бетіме жабысып тұр. Мына саусағым мына бөлігі ғана жабысып тұр. Жұмастыр, ашастыр, жұмастыр, ашастыр. Бұл жерде қаттырақ жұмуға болады. Себебі сіз полностью фиксировать етіп тұрсызда, қасыңызды да, мына бөлікті де толықтай ұстап тұрғаннан кейін қаттырақ жұмып ашсаңыздар болады. Осылай 20-25-30 рет жасай бересіздер. Енді астыңғы бөлігінде темные круги под глазами. Менің частый проблемамның ең көп кездесетін проблемам ол беттегі темные круги под глазами. Кішкене ұйқым қанбай қалса, кішкене стресс болып қалса, кішкене жаңағыдай тамақтаным дұрыс болмай қалса, немесе суықтап қалсам, сразу менде темные круги под глазами кәдімгідей бүйтіп томпайып тұра қалады. Соны кетіру үшін мен күнде осы жаттығуды жасаймын. Төбеге қараймыз, екі бөлігін фиксация жасап аламыз. То есть былай қойып аламыз, екі саусағымызды қатты басып жүрмеңіздер, орташа басасыздар. Төбеге қараймыз. И мына астыңғы бөлігімен кішкене былай сығырайтасыздар ғой. Қараңыздар. Былай сығырайтасыздар ғой, көздеріңізді бір нәрсе алысқа қараған кезде көрінбей жатса, вот солай сығырайтасыздар. Только төбеге қарап сығырайтасыздар және екі жағын ұстап тұрасыздар. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осылай 20, 25, 30, 35 рет жасай берсеңіздер болады. Жасап болғаннан кейін міндетті түрде осындай поглаживающие движениялар жасаймыз. Сосын крем жағып, май жағып, крем жағып, мына қазір енді көрсете берейін, бетімде кремде жоқ, майда жоқ. Бірақ крем май жаққаннан кейін осылай жасап өтсеңіздер болады. Төбеге қарай көтересіздер. Осылай жасап шығасыздар. Осы жаттығудан кейін жақсы әсер аласыздар. Күнде жасауға да бола береді көздің айналасына жаттығуларды. Бірақ күнде жасайтын болсаңыздар, бір 25-30 рет одан артық жасаудың қажеті жоқ. Егер күнде жасайтын болсаңыздар, хорошо? Бұлшықет те анда-санда демалып тұру керек. Осы бүгінгі жаттығулар, қыздар. Ертең тағы көрсетем. Қалған бет бөлшектерімізге бүкіл бұлшықеттермен қалай жұмыс жасаймыз. Көздің айналасына осы жаттығулар ең керекті жаттығулардың бірі. Басқа жаңағыдай әр нәрсе көрсете беруге болады, бірақ ең жақсы жаттығулардың негізі осы. Ал жақсы қыздар,
бүгін жақсы танысу болды деп ойлаймын. Өздеріңіздерді таныстыра кетіңіздер. Осы видеоның астында комментарияға лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Өте жақсы, керемет жаңалықтар болады. Алла жазса, алда талай күндер бірге боламыз. Сау саламатта болыңыздар.